Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Essing Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Біз сіздермен бүгінгі 4-ші сабағымызды бастағалы жатырмыз. Бүгінгі сабақта не үйренесіздер? Бүгінгі сабақта жай бөлшектерді бөлуді және де жай бөлшектерді көбейтуді үйренетін боламыз. Оның ішінде бөлшектердің түрлері бар, оны білесіздер. Аралас сандар, бұрыс бөлшектер, дұрыс бөлшектер, осы сандардың барлығын бір-біріне көбейтіп бөлуді мен сіздерге көрсететін боламын. Ендеше көбейту менен бөлудің қысқаша ережелеріне тоқталып кетейік. Көбейту кезінде А бөлінген Б деп белгіленген. Бұл жерде бірінші бөлшегіміз екінші бөлшекке көбейтіліп жатырса, не істейміз? Бөлімдеріндегі сандарды бір-бірімен көбейтеміз, алымдарындағы сандарды бір-бірімен көбейтеміз, болды. Ал бөлініп жатырса, бірінші бөлшекті орнында қалдырамыз, көбейту амалына бөлу амалын алмастырамыз. Сосын мына жерде С бөлінген Д бөлінген С-ға алмасып тұр. Бұл не деген сөз? Бұл бөлуден кейінгі бөлшектің алымы мен бөлімі орындарымен алмасып жазылады деген сөз. Одан әрі қарай мына көбейту секілді орындала береді. Сосын бір айтып кететін жағдай, егер де араластан берілген болса, бұл көбейтіліп тұратын болса, араластанды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдыру керек. Егер де бөлініп тұратын болса, араластанды міндетті түрде тағы да бұрыс бөлшекке айналдыру қажет болады. Араластан бар жерде бөлшектерді көбейту бөлу орындалмайды. Араластанды міндетті түрде айналдыру керек бұрыс бөлшекке. Түсінікті ғой? Ендеше есептерімізді шығарып бастайық. Сонымен достар, мына есептерді шығарып бастайық. Бірінші мына жерге жазып қойдым мен 13 бөлінген 14, яғни 14-тен 13 0-ге көбейтіліп тұр. 0-ге көбейтіліп тұрған қандай сан болса да, шешуі 0-ге тең болады. Себебі 0-ді 0-ге көбейтетін, 0-ді санға көбейтетін болсақ, бұл жерде 0 шығады әр кезде. Келесі есебіміз. Екінші есеп. Бұл жерде нені көріп тұрмыз? 3-тен 1 көбейтілген 4-тен 1 деп тұр. Жаңа ғана айтқанымыздай, екі бөлшек бір-біріне көбейтіліп тұрған болса, бөлімдері мен бөлімдерін, алымдары мен алымдарын көбейтеміз. Мына 1 менен 1-ді көбейтеміз, мына 4 менен 3-ті көбейтеміз. Сол кезде бөлімінде 12 шығады, алымында 1 шығады. Дұрыс қой. 1 мен 1-ді көбейтсек 1 шығады, 3 пен 4-ті көбейтсек 12 болады, сонда 12-ден 1 деген сөз. Келесі есебіміз. Үшінші есеп. 3-тен 2 көбейтілген 4-тен 1. Бірінші бұл жерде негізінде көбейтсек, сосын барып қысқартсақ та болады. Бірақ та егер де қысқаратын сандарды көріп тұрсаңыздар, қысқарта салған жөн болады. Мысалға, мына жерде 2 менен 4 қысқаратыны белгілі. Себебі 2-ні 2-ге бөлсек болады, 4-ті де 2-ге бөлсек болады. Сондықтан екеуін 2-ге қысқартамыз деп айтамыз. 2-ні 2-ге қысқартамыз деген сөз, 2-ні 2-ге бөлеміз, сонда мына жерде 1 болады, 4-ті 2-ге бөлеміз, 2 болады. Сонымен 1 менен мына 1-ді көбейтеміз, алымында 1 шығады, бөлімінде 3 менен 2 көбейтіліп 6-ны береді, 6-дан 1. Түсінікті болған шығар. Келесі 4-ші есебіміз. 4-ші есебіміз 6 көбейтілген 3-тен 2 деп тұр. 6 дегеніміз бұл жай ғана 6 емес, бұл 6 бөлінген 1 деп те жазуға болады. Осы сан көбейтіліп тұр 3-тен 2-ге. Дұрыс қой. 1-ден 6 дегеніміз. Себебі 6-ны 1-ге бөлетін болсақ, мына 6 шығады. Енді не істейміз? 6 менен 3-ті қысқартуға болатын көріп тұрмыз. Себебі 6, 3, екеуі де 3-ге бөлінеді. 6-ны 3-ге бөлетін болсақ 2 болады, 3-ті 3-ге бөлетін болсақ 1 болады. Енді 2 мен 2-ні көбейтеміз. 4 алымында, сосын бөлімінде 1 менен 1 көбейтіліп 1-ді береді. 4-ті 1-ге бөлетін болсақ 4 шығады. Дұрыс қой. Келесі 5-ші есебіміз. 5-ші есепте 3/4-тен 3 деген санымыз көбейтіліп тұр екен 1/3-тен 1-ге. Екеуі аралас бөлшектер, аралас сандар. Екеуі бір-біріне көбейтіліп тұрса не істейміз? Қосу алу кезінде біздерге айтылды. 3 пенен 1 мына бүтін сандары бір-бірімен қосылады немесе алынады, ал мына жерде көбейтіліп тұрған кезде бұларды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдыру керекпіз. 3/4-тен 3 дегеніміз бұрыс бөлшек түрінде қалай болады? Бұл 4-тен 15 болады. Дұрыс қой. Не үшін? Себебі 3-ті 4-ге көбейтетін болсақ 12, 12-ге 3 қосатын болсақ 15. Ал мына жерде 1 менен 3 көбейтіледі. 3 болады, оған 1 қосылады, 4 болады. Мына жерде 3, мына жерде 15 дейміз. Сонда
4 пенен 4 екеуі қысқарады. 4-ті 4-ке бөлсек 1, мына жақта да 1. 1-ді негізі жазбай қойсақ та болады негізі. Себебі 1-ді қай санға көбейтсек те сол санның өзі шығады. 15 пенен 3 қысқарады бұл жерде. 15 пенен 3 екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлсек 1 болады. 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. Яғни біз 5-ті 1-ге көбейтеміз. 5 алымында бөлімінде 1 менен 1 көбейтіліп 1-ді береді. Сонда 5-ті 1-ге бөлетін болсақ 5 шығады деген сөз. Келесі 6-шы есепті былай жазайық. 6 енді бөлініп тұр 3-тен 2-ге. 6 дегеніміз бұл жай ғана 6 емес, бұл 1-ден 6 немесе 6-ны 1-ге бөл деген сөз. Соны мына жерде бөлу тұр. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Сол кезде мына бөлшектің, келесі бөлшектің алым мен бөлімі екеуі орындармен алмасады. 2 менен 3 орындармен алмасқан кезде 2-ден 3 болады. Енді 6 менен 2-ні қысқартамыз. Мына жерде 3 болады сол кезде, себебі екеуі де 2-ге бөлінеді. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Енді 3-ті 3-ке көбейтеміз мына 3-ке, сол кезде 9 алымында 1 менен 1 көбейтіледі, мына жақта 1 болады. 1-ден 9 дегеніміз бұл 9-ға тең. Келесі берілген есептер реті мынадай. 7-тен 1 бөлінген 3-тен 2, 4-тен 1 бөлінген 5-тен 3, 15-тен 2 бөлінген 7-ден 1, 5-тен 3 көбейтілген 9-дан 1, 1,5 бөлінген 5-тен 3, 1,7-тен 2 көбейтілген 2,3-тен 1. Осы есептерді шығарып көрсету керекпіз. Бұл жерде мына жердегі 1,5 деп оқып тұрған себебім, бұны кішкене сәлден соң үйренетін боласыздар. Мен бірақ сіздерге қазір көрсетіп кететін боламын. Қалай оқыдық, дәл солай жазылады. 1,5 деп. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Енді бірінші есептен бастап шығарайық. Бірінші есебіміз 7-ден 1-ді бөлу керек біз 3-тен 2-ге. Яғни бөлу кезінде бірінші бөлшек орында қалады 7-ден 1. Бөлу амалы көбейту амалына ауысады. Сол кезде келесі бөлшегіміз, бөлу амалынан кейін тұрған бөлшегіміз алым мен бөлімін орындармен алмастырып жазамыз. 2-ден 3 қылды. Сонда 7 менен 2-ні көбейтеміз. 14 болады. 1 менен 3 көбейтіледі. 3 болады. 14-тен 3 дегеніміз бұл біздің есебіміздің жауабы екен, бірінші есебіміздің. Енді екінші есеп. Екінші есепте 4-тен 1-ді бөлу керек біз 5-тен 3-ке. 4-тен 1 бөлінген 5-тен 3 деп жазамын. Тең болады. Бірінші бөлшекті орында қалдырамыз. Бөлуді көбейтуге алмастырамыз. 5-тен 3-ті 3-тен 5 қылдырып жазамыз. Енді ешқандай санды қысқаратын көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан алым мен алымын, бөлімін көбейтеміз. 1-ді 5-ке көбейтсек 5 болады. 4-ті 3-ке көбейтсек 12 болады. Сонда жауабы 12-ден 5 екен. Үшіншісі 15-тен 2 бөлінген 7-ден 1 дейді. 15-тен 2 бөлінген 7-ден 1. Бірінші 15-тен 2-ні орында қалдырамыз. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз. 7-ден 1-ді 1-ден 7 деп жазамыз. 15 ешқандай санмен қысқармайды, 2-де қысқармайды бұл жерде. Сондықтан 15 менен 1-ді көбейтеміз, сол кезде 15 болады. Бөліміне жазамыз. 2 менен 7-ні көбейтеміз, 14 болады. 15-тен 14 бұл біздің есебіміздің жауабы екен. Келесі 4-ші есебіміз. 5-тен 3-ті көбейту керек біз 9-дан 1-ге. 5-тен 3-ті 9-дан 1-ге көбейтеміз. 3 менен 9-дың қысқаратыны көрініп тұр. Қаншаға қысқарады? 3-ке қысқарады. Себебі 3-те 3-ке бөлінеді, 9-да 3-ке бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлетін болсақ 1 болады, 9-ды 3-ке бөлетін болсақ 3 болады. 1 менен 1-ді көбейтеміз, сол кезде 1 шығады. 5 менен 3-ті көбейтеміз, 15 шығады. Сонда не деген сөз? 5-тен 3-ті 9-дан 1-ге көбейтсек, 15-тен 1 шығады деген сөз екен. Енді 5-ші есепте 1,5 деп оқыдым бұны. Кейінірек келесі сабақтарда түсіндіріп өтемін, бірақ та қазір бұл есепті қалай шығарамыз? 1,5 деп. Немесе 1,5 дегеніміз бұл 1,2-ден 1 деген сөз. Дұрыс қой, себебі мына жердегі 10 менен 5 сандары екеуі де 5-ке қысқарған кезде 10-ның ішінде 2 рет 5 бар, 1-дің ішінде 1 рет 5 бар деген сөз. 5-ке қысқарды деген сөз осы. Көбейтіліп тұр, жоқ, бөлініп тұр. Нешеге? 5-тен 3-ке. Сонда 1,2-ден 1 дегенімізді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2-ден 3 болады.
Мына бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Ал мына 5-тен 3-іміз 3-тен 5 болып кері қарай жазылады екен. Енді 3 пенен 3 екеуі де бірдей болғандықтан қысқарып кетіп, 2-ден 5 қалады. Ал 2-ден 5 дегеніміз бұл бұрыс бөлшек, соңында аралас санға айналдырып қойсақ болады. Бұл 2 бүтін 2-ден 1 болды. Енді 6-шы есебіміз 1 бүтін 7-ден 2 көбейтілген 2 бүтін 3-тен 1. Бұл көбейтуді орындау үшін аралас сандарымызды міндетті түрде бұрыс бөлшек айналдырып, сосын барып көбейту керекпіз. 1 бүтін 7-ден 2 дегеніміз 7-ден 15. 2 бүтін 3-тен 1 дегеніміз бұл 3-тен 7. Сонда 7 менен 7 сандары қысқарады. 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 болады. Түсінікті ғой? 6-шы есепте 5 болады деген сөз. 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 шығады. Келесі берілген 6 есеп. Бұл жерде 1 бөлінген 5-тен 1 деп тұр. Яғни 1-ден жазамыз. Мына есепті шығару үшін не істейміз? 1-ді не деп аламыз? 1 бөлінген 1 деп алсақ болады. Себебі 1-ді 1-ге бөлсек 1 болады. Мына бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Сол кезде 5-тен 1-іміз 1-ден 5-ке айналады. Сонда бөлімнің 1 мен 1-ді көбейтсек 1, 5 пенен 1-ді көбейтсек 5. Сонда 5-ті 1-ге бөлсек 5 шығады. Екінші есепте. Екінші есепте бұлай. 5-тен 3 көбейтілген 9-дан 1. 3 пенен 9 қысқаратын мына жақта 3 болады. 5 пенен 3-ті көбейтеміз 15 астында бөлімінде. Ал алымында тек қана 1 болады. Мына жерде себебі 3 пен 9 қысқарған кезде мына жақта 1 болған еді. Келесі үшінші есепте 8 көбейтілген 4-тен 3. Бұл жерде 8 деген жай 8 емес, бұл 1-ден 8 деген сөз. Осы санымыз көбейтіліп тұр нешеге? 4-тен 3-ке. Көбейтіліп тұр 4-тен 3-ке. Сонда былай жасаймыз. 8 менен 4-ті қысқартамыз. Мына жақта 2 болады. 2 менен 3-ті көбейтсек 6 болады. 6 бөлінген 1 бұл 6-ға тең. Түсінікті болған шығар. Келесі 4-ші есебімізде 6-дан 5-ті бөлу керек екенбіз. 3-тен 2-ге. 1-ден жазып кетейік достар. Бөлу амалын көбейту қолдырып өзгертеміз. 2-ден 3 болады. Сосын тең 6 менен 3 қысқарады мына жерде. Екеуі де 3-ке бөлінеді. Мына жерде 1, ал мына жерде 2 болады. Сонда 5 алымында болады. 5 пен 1-ді көбейтсек, 2 мен 2-ні көбейтсек, бөлімінде 4 болады. 5 бөлінген 4 дегеніміз бұл 1 бүтін 4-тен 1-ге тең. 5-ші есепте 7-ден 5-ті бөлу керек біз 35-ке. 35 дегеніміз бұл 35 бөлінген 1 деген сөз. Сонда 7-ден 5 деген бірінші бөлшек орында қалады. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз. 35-тен 1 болады. Сонда 35 пенен 5 сандары қысқарады. 5-ті 5-ке бөлетін болсақ 1, 35-ті 5-ке бөлсек 7. 1 менен 1 көбейтіледі алымдарындағы. Сонда алымында 1 шығады. 7 менен 7 көбейтіледі. 49 шығады. Сонда 49-дан 1 шығады екен. 6-ші есепте 8-ден 7 бөлінген 1 бүтін 16-дан 5. Бұл жерде нені көріп тұрмыз? 8-ден 7 деген бұл жай бөлшек, дұрыс бөлшек. Ал 1 бүтін 16-дан 5 деген аралас сан. Бөлу амалын орындау үшін аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру керек, содан кейін бөлуді көбейтуге айналдыру керек. 8-ден 7 бөлуді 1-ден көбейтуге айналдырайық, қараңыздар. Ал 1 бүтін 16-дан 5 дегеніміз бұл 16-дан 21 ғой. Сондықтан 16-дан 21 дегенді 21-ден 16 қылдырып өзгертеміз. Себебі біздер мына көбейту амалын бөлуге өзгерттік. 21-ден неше болады? 16 болады. Сонда 8 бенен 16 қысқарады 8-ге. 8-8-ге бөлсек 1, 16-ны 8-ге бөлсек 2. 7 менен 21 қысқарады. Мына жақта 3 шығады. Сонда 3-тен 2 деген сан шығады екен. Ал енді келесі есептерге көшетін болсақ, бұл жерде бірінші есебімізде не берілген? 0 бөлінген 9-дан 8 деп берілген. Бірінші есепте 0-ды бөлеміз 9-дан 8-ге, ал біздер білеміз 0-ды қандай санға бөлсек те 0 шығатынын. Ал керісінше болатын болса,
мына екеуінің орындарын алмастырып тұратын болса 0 менен 9,8-дің, онда есептің жауабы жоқ болады. Қараңыздар, 9-дан 8 бөлінген 0 болса, онда жауабы жоқ деп жазамыз. Жауабы жоқ. Түсінікті ғой? Себебі 0-ге бөлуге болмайды деген ереже бар. Екінші есепте. Екінші есепте біздер 1 бүтін бөлінген 3-тен 1 дегенді көріп тұрмыз. 1 дегенді 1-ден 1 деп аламыз. Ал 3-тен 1 дегеніміз мына бөлуді көбейтуге айналдырған кезде 1-ден 3 болып өзгереді. Сонда 1 менен 1 көбейтіліп 1 болады, 1 менен 3 көбейтіледі 3 болады. Жалпы 3-ті 1-ге бөлсек 3 шығады соңында. Келесі есепте. Үшінші есепте 7-ден 4 санымыз бөлініп тұр екен 8-ге. Сонда 7-ден 4 деген орында қалады, ал 8 деген бұл 8 бөлінген 1 ғой. Сондықтан бөлуді көбейтуге айналдырған кезде 8-ден 1 болып кетеді. Мына жерде 1-ден 8 болып еді, енді 8-ден 1 болып алмасты. Сонда 4 менен 8 қысқарады. Мына жақта 2 болады, себебі 4-ке қысқарып жатыр. 8-дің ішінде 2 рет 4 бар, 4-дің ішінде 1 рет 4 бар. 1 менен 1 көбейтіледі. 1, 7 менен 2 көбейтіледі, 14. 14-тен 1 болады. 14-тен 1 болады. Сонда 4-ші есеп шығады. 4-ші есебімізде 7-ден 3 бөлінген 14-тен 9 деп тұр. Біздер 1-ден көбейтуге айналдырып 9-дан 14 деп жазамыз. Сонда 7 менен 14 сандары қысқарады 7-ге. 14-дің ішінде 2 рет 7 бар. 3 менен 9 қысқарады. 9-ның ішінде 3 рет 3 бар. Сонда жауап 3-тен 2 шығады деген сөз. Көрдіңіздер ме? Тез шығарып жатырмыз. 5-ші есепте. 5-ші есепте 30 дегенімізді бүтін санды 30 бөлінген 1 деп жазамыз. Себебі 30-ды 1-ге бөлетін болсақ 1 30 шығады. Ал көбейтілген 6-тан 5-ті тіркеп жазамыз. Сол кезде 30 менен 6 қысқарады. 30-дың ішінде неше рет 6 бар? 5 рет 6 бар. 5-ті 5-ке көбейтеміз 25. 25-ті 1-ге бөлетін болсақ, тағы да 25 шығады. 6-ші есепте. 6-ші есепте не шығады? Бұл жерде 3,7-ден 3 деп тұр. Міне мына 3,7-ден 3-ті алмастырамыз бұрыс бөлшекке, 1,6-тан 1-ді 10-ды алмастырамыз бұрыс бөлшекке. 3,7-ден 1 дегеніміз бұл 7-ден неше болады? 3-ті 7-ге көбейтеміз 21. 21-ді 3-ке қосамыз 24 болады. 7-ден 24 көбейтілген 6-дан 1-ді 6-ға көбейтсек 6, 6-ға 1 қоссақ 7 болады. 6-дан 7 болады сонда. 7 менен 7 қысқарады. Екі жақта да 1 болады, бірақ 1-лерді жазбай қоямыз. Ал 24-ті 6-ға бөлетін болсақ 4 болады екен. Сонымен есептің шешімі 4-ке тең. 6-ші есептің. Құрметті оқушылар, жаңа ғана көрсетілген есептер сіздерге өте түсінікті болды деп ойлаймыз. Ендігі кезекте сіздер үй жұмыстарын орындап, тест тапсырмаларын жасау ғана қалды. Барлығыңызға сәттілік тілеймін, күндеріңіз жақсы өтсін, сау болыңыздар.